Сәлем достар, бүгін өте дәмді круассан дайындаймыз. Бізге дайын слоеный тесто қажет. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қамырды осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Жақсылап жайып, жұқа қылып жайып жүрмеңіздер, орташа средний қылып жаясыздар. Видеода көрсетілгендей кесіп шығасыздар. Арасына қалауыңызша қоссаңыздар болады. Мен нутелла қосып жатырмын, творог қосуға болады, орех, жаңғақ, варенье қоюға болады. Нутелла қойдым, өте дәмді болып шықты нутелламен. Видеодағыдай орап шығасыздар. Орап болған круассандарымызды ыдысымызға саламыз. Араларын аша қылу керек, піскен кезде ісінеді. Үстін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. Көтерілген круассандарымызға жұмыртқа жағып шығамыз. Қызарып шығу үшін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Дайын болған круассандарымызға сахарный пудра себеміз. Өте дәмді болып шығады, достар. Жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.